Баршаңызға сәлем, сіздермен аспаз келін. Бүгін осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын, ешқандай дрожжды қажет етпейтін 15 минутта дайын болатын пиццаны дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Ең алдыменен айранымызды осылай құйып аламыз. Айранымыз маңызды емес. Бөлме температурасында болса да, тоңазытқышта болса да сала бересіздер. Содан соң тұз саламыз және де ас содасын салып жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі болып реакцияға түскен соң ұнымызды және де сұйық майымызды салып өте жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап араластырып аламыз. Осы кезекте мінекей сол кезде өзі реакцияға түсетін болады. Мен шамамен 5-6 қасық сұйық май құйдым. Сіздер осылай құйып, негізі оливковый май да құйсаңыз болады. Мен кәдімгі сұйық май құйдым. Енді ұн саламыз. Ұнды бірден салып жібермейсіздер, осылай аз-аздан салып илеңіздер. Содан соң 3 бөлікке бөліп алдым. Мен 5 минут тындырсаңыз да болады, немесе сразу жайып кете берсеңіздер де болады. Мінекей осылай жайып алдым. Енді саусының орнына қолдан осылай майонез бен кетчупты пайдаландым. Сіздер өздеріңіз егер қолдан жасасаңыздар да болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Барлық жеріне жайып, колбасамызды салатын боламыз. Негізі помидорды салсаңыздар болады. Мен балаларым ұнатпайтын болғандықтан тек қана осылай пепперони ретінде тек қана колбаса пайдаландым. Осылай жақсылап салып, қызып тұрған пешімізде 5 минутта менікі пісіп шықты. Енді үстіне осылай сырымызды салып, тағы да 2 минутқа қойып алдым. Сонда менде 7 минутта дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған аспаз келін.